Құрметтелі көрермендер, студия мейманы жанымызға жайғасты. Неше таныс болыңыздар. Облыстық қоғамдық даму басқармасы қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Бақытжан Камалов мырза. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді өткен бірінші наурыз алғыс айту күні мерекесі құтты болсын дейміз. Жалпы енді бұл мерекені бірнеше жылдың бедерінде мемлекет болып атап өтіп жатқандығымыз рас. Енді алғыс айту күні десе, әлде болса, бірақ көкейінде сұрақ бар, бұл мерекенің маңыздылығы неде деген азаматтар жоқ емес екені анық. Осы тұрғыда өзіңізден анық қанығын бір біліп, өзіңіз айтып берсеңіз, жалпы бұл мерекенің маңызы неде, бұл мерекеге қаншалықты тереңдеуіміз керек, осы тұрғыда бірер ауыз пікір айтсаңыз. Алғыс айту күні өздеріңіз білесіздер, қазір бұл біздің мемлекеттік деңгейде аталынып келе жатқан мерекелердің бірі. Жалпы алғыс айту бұл күні егер сәл артқа шегінетін болсақ, жалпы Қазақстандағы этностардың қазақ халқына деген алғыстарын білдіру болып табылады. Дегенмен бүгінгі күні бұл жылдан жылға түрленіп кетті. Енді бізде мақсат біреу, бірегейлік, бірлік және бірегейлік. Осы мақсатты алған кезде бұның барша қазақстандықтардың бір-біріне құрметі, бір-біріне деген алғысын білдіру болып табылады қазіргі мақсаты. Оның ішінде енді биылғы жылдың бір ерекшелігі мамандықтарға байланысты, мамандық жылына байланысты, жаңа адал адам, адал кәсіп, әсіресе осы сала мамандарына деген алғыс білдіру. Бұл жолы соған ерекше назар аударылуда. Енді Бақытжан мырза, өзіңіз білесіз, қазіргі кезде жаһан жанталастың үстінде, әлем әбігерде. Енді біз Қазақстан, Құдайға шүкір, осы тәуелсіздік алғалы бері бірліктің бақанын берік көтеріп, мына тыныштықтың тал бесігінде тербеліп келеміз. Енді бұл ретте Қазақстан Халқы Ассамблеясының да өзіндік бір үлесі бар. Осы жалпы биыл іргелі ұйымның құрылғанына 30 жыл уақыт толып отыр. Осы 30 жыл уақытты ассамблея қандай жетістіктермен, қандай ұлық істермен еңсерді? Естеріңізде болса, енді тәуелсіздік алғаннан кейін сол 1995 жылы 1 наурызда алғаш рет Қазақстан Халқы Ассамблеясы институты қалыптасты. Бұл институттың қалыптасқан күннен бастап бүгінгі күнге дейін, яғни 30 жылдың ішінде біздің елімізде бірлік пен бірегейлік қағидаты қалыптасты. Бұл ең басты құндылықтардың бірі. Яғни бірлік пен бірегейлік дегеніміз ұлтына, нәсіліне қарамай барша қазақстандықтардың бір отанның азаматы ретінде өздерін қалыптастыру болып табылады. Себебі Қазақстанда ұлтаралық, дінаралық қақтығыстар туындауы мүмкін, нәтижесінде мемлекеттің кері құлдырауы мүмкін деген болжамдар болды. Ал бірақ осы Қазақстан Халқы Ассамблеясын құру арқылы бізде керісінше біз бірлігімізді 30 жылдың ішінде нығайта білдік. Барша Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері, барша құрылымдары бұл мемлекетіміздің тұтастығы мен бірегейлік, бірлігі және еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына өз үлестерін қосып келе жатыр. Сондықтан осы 30 жылдың ішінде мемлекетіміздің әлемдік деңгейге жеткен жетістіктеріне қолдау көрсеткен ассамблеяның рөлі ерекше деп білеміз. Біздің мақсатымыз осы ассамблеяның жұмысын үйлестіруге өзіміздің үлесімізді ассамблеяның жұмысын үйлестіру болып табылады. Қоғамдық келісім мекемесінің аты айтып отқандай, енді осы келісім, тұрақтылық өңірдегі осы бағытта талдаулар жүргізіп, мәдени көпшілік шараларды жүзеге асырып отырамыз. Сонымен қатар аймақтағы барлық этномәдени бірлестіктердің тілін, мәдениетін, салт дәстүрін сақтауларына, олардың осы мемлекеттік барлық елімізде болып жатқан саяси реформаларға атсалысуына, өз үлестерін қосу бағытындағы жұмыстарына үйлестіру жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Енді биыл бізде 30 жылдыққа байланысты жаңа бағыттағы жобаларымыз көп. Мемлекет басшысы былтырғы 33-ші Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиясында бірқатар тапсырмалар берген, жаңа жобаларды жүзеге асыру, оның ішінде әсіресе жастарға қолдау көрсету, волонтерлық бағыттағы шараларды жүзеге асыру. Осы бағытта биыл жаңадан жобаларды жүзеге асыратын боламыз. Бұл жобаларымыз жаңадан басталды. Бір ерекшелігі енді биылда этномедиацияға да ерекше назар аударып жатырмыз өңірде. Енді жалпы үлкен
13 жобамыз бар биылға жылы жүзеге асыратын. Жомартжан, ассамблея жастары, елдесу деген бағытта. Одан бөлек енді үлкен дәрежеде республикалық деңгейде биыл бірнеше форумдар мен конференция өткізгелі отырмыз. Оның енді бір бағыты осы ассамблея жастарына арналады. Енді бақытжан мырза, облыс аумағында бүгінгі таңда енді қанша ұлт пен ұлыс өмір сүріп жатыр? Енді осыған бір тоқтала кетсек, және біз білеміз, осы 3-ші интернационал деген секілді үлкен ауылдарымыз бар. Бірыңғай осы көп ұлттылықтың үлгісі болып отырған, былай айтқанда бірліктің мызғымас үлгісін көрсетіп отырған ауылдар. Мінекей қандай, мысалы біз осы Құдай қонақ дейтін хабарымыз бар. Осы хабармен де аралау барысында да өзге ұлт өкілдерімен сұхбаттасып қаламыз, бірақ жанымызда тілімізде қазақ, тек түріміз бөлек болмаса, жаңағыдай тіліміз бір деп өздерінің былай айтқан кезде жұдырықтай жүрегіндегі тілек ниеттерін білдіріп жатады, біз көріп жатып қуанып жатамыз. Енді өзге ұлт өкілдері жаңа айтып жатсыз ғой, бізде қанша қазіргі таңда ұлт өкілдері өмір сүріп жатыр Қызылордада, ел білсін, айта кетсеңіз. Енді біздің аймағымыз өзіңіз білесіз, моноұлттық сипатқа жатады, яғни 96-да мысалы 2% қазақ ұлтының өкілдері. Дегенмен де өзіміздің өзге этностан да жерлестеріміз бар. Осы жерге тағдыр тәлкегімен келген кезінде, соны кеше Ұлы Отан соғысы кезінде келген ұлттарымыз бар. Енді жалпы бізде бүгінгі күні облыста 30-дан астам этностар бар. Олардың ең көбін славяндар құрайтын болса, ең аз мысалы ұлттар бар, ұлттың өкілдері бар, мысалы марилер деген ұлт бар бізде. Өте сирек кездеседі. Кезінде келіп осы жерге қоныстанған. Осы 30-дан астам ұлт бар, және осы этносаралық мәселелерде белсенділік танытып жүрген 11 этномәдени бірлестік бар. Жаңағы өзіңіздің айтып өткен 3-ші интернационал ауылы Қармақшы ауданы. Ол біздің былайша айтқанда мақтанышымыз десек болады. Бірлікпен бірегейліктің қара шатырағы болып отыр. Оны баршаға мақтанышпен айта аламыз. Сол бір ауылдың өзінде мысалы 11 этностың өкілдері тұрады. Бірлікте қазір шаруаларын дөңгелетіп, күнделікті тіршіліктерін жүзеге асырып жатыр. Аймағымыздың әлеуметтік экономикалық ауыл шаруашылығын дамытуға үлес қосқан қаншама азаматтарымыз бар. Ариф Миллиаров деген түріктің азаматы болды мысалы, егін шаруашылығында. Сайден қақтың өзі бір төбе, айтатын болсақ, күріштен. Енді сол ұлттардың тоғысқан бір қара шаңырақ ауыл болып, береке бірліктің, ынтымақтың нәтижесін көрсетіп отқан, ол біздің мақтанышымыз. Енді мына көшіп кеткендері бар ма осының ішінде? Енді мысалға өзінің отандық тарихи отандарына қоныс аударып, біз енді тарихи отанымызға оралсақ, сіздерге енді алғысымыз шексіз деп кетіп жатқандар да бар ма? Енді сондай статистиканы біле отырсақ дегенім ғой. Енді тәуелсіздік алған жылдардан кейін өздеріңіз білесіздер, сол экономикалық жағдайлар болды. Сол осы кезде өңірден жалпы жалғыз біздің өңіріміз Қазақстаннан өздерінің тарихи отанына көшкендер болды. 90 жылдардың басында кезінде. Енді мысалы немістер көшті, гректер де бар көшіп кеткен. Енді қазіргі кезге келетін болсақ, қазір бізде ондай көшу процестері байқалмайды. Біз енді жыл сайын мысалы халықтың санын, статистикасын қарап отырамыз, ұлттардың өсуі, кемуі, динамикасын. Бірақ қазір тарихи отандарына бару немесе шетелге шығып жұмыс істеуде ерекшеліктер бар бұрынғы жылдармен салыстырғанда. 5 жыл бұрынғы статистикалық мәліметтермен салыстырғанда қазір өзгерістер бар. Мысалы, түріктердің көбісі жастары Түркияға барып, сонда жұмыс істеп жатыр, ол білім алып жатыр. Корея ұлтының өкілдерінің көбісі қазір Кореяда, жастар әсіресе Кореяда жұмыс істейді, сол жақта білім алады. Дегенмен де енді бізде тұрақтылық бар, жалпы үдіре көшу процесі байқалған жоқ, тіркелген жоқ. Бақытжан мырза, жоғарыдағы сөзіңізде айттыңыз, биылғы жобаларымыздың ішінде этномедиация дегенде бір жобамыз бар дедіңіз. Бұл дегеніңіз енді мысалға осы өзге этностардың арасында бір қақтығыстар болып тұрады деген сөз ба, жоқ әлде солардың алдын алу мақсатында құрылып жатқан? Бізде айтып отырмын ғой,
ұлтаралық ахуал тұрақты, дінаралық ахуал тұрақты. Ол жыл 90 сайын сауалнама арнайы жүргізіліп отырады этностардың ортасында, аймақ тұрғындарының арасында. Оның нәтижелеріне қарап біз келесі қадамдарды жоспарлап отырамыз. Жұмысымызда қай уақытта жұмыс жасауымыз керек. Сауалнамаға қатысқан респонденттерді не мазалайды, ұлтаралық мәселелерде не мазалайды, әлеуметтік мәселелерде не мазалайды деген сұрақтарды қарап отырамыз. Ал жалпы этномедиацияның құрылу мақсаты бұл татуластыру болып тіркеледі, бірақ біздің өңірімізде, яғни елімізде әлі ондай ұлтаралық араздық, алауыздық фактілер тіркелген жоқ. Дегенмен де, яғни медиаторларды бітімгер, осы азаматтарды, осы этностардың арасынан да тәрбиелеу уақытында кадрлық. Осыны жобаны қолға алып отырмыз, татуласу, жобаның аты татуласу болып табылады. Ал енді ұлтаралық қақтығысқа келетін болсақ, Құдайға шүкір, біздің өңірімізде, елімізде ондай фактілер тіркелген жоқ. Дегенмен бұл жерде осы бір мәселені ұмытпауымыз керек. Тұрмыстық зорлық, зомбылық деген болады. Тұрмыстық мәселелер. Мысалы, балалар бір-бірімен төбелесіп қалуы мүмкін, немесе отбасында аралас некенің арасында жанжал болып қалуы мүмкін. Бұларды енді ұлтаралыққа әкеліп тіркеу қате болып саналынады. Сондықтан бұл жерде құқықтық тұрғыдан сауатты болғанымыз жөн. Енді осы жақында біз білеміз, мына Славяне этномәдени бірлестігінің өкілдері өздерінің мерекелері Масленицаны тойлап бастады. Жалпы осы өзге этномәдени бірлестіктердің мерекелерін, ұлттық мерекелерін жалпы тойлау, атап өту, оларды сақтау сол саф күйінде қаншалықты жолға қойылған өңірімізде? Бізде енді жаңа айтып отқан барша этностардың, этномәдени бірлестіктердің мәдени шараларына қолдау көрсетіліп тұрады. Бұл жерде мысалы қазір славяндар широкая масленица, яғни масленица мерекесін бір апталық атап өтіп жатыр. Одан бөлек жалғыз біз масленица емес, мысалы кеше ақпан айында бізде Сольналь мерекесі өтті. Ай күнтізбесі бойынша корейлердің жаңа жылы. Мысалы ертең мамырда біз Сабантой мерекесін өткіземіз. Татарлардікі. Күзде немістердің Сабантой мерекесі бар. Одан қалды еврейлердің ұлттық мерекелері бар, діни мерекелері бар. Мұның барлығына да шамамыз келгенше қолдау көрсетіп тұрамыз. Бұл уақытта енді жұмыстар жүйеге қойылған. Яғни бұл жерде тағы бір мәселені ұмытпауымыз керек. Бұл біздің наурыз мерекеміз болсын, Масленица болсын, Ханука болсын, немесе Сольналь болсын, ол жерде осы Қызылордада тұрып жатқан, бірге араласып жүрген қаншама адамдар бір дастархан басында бас қосады. Яғни ол тек қана бір ұлттың мерекесі есебінде емес. Яғни дос бауыр болып, бір дастарханның басында осы ұлттардың мерекелерін бірге қарсы алып, біздің қайта бауырмалдығымызды арттырады. Біздегі мерекелердің барлығы да осы мақсатта қолдау көрсетіліп отыр. Бақытжан мырза, уақыт бөліп белгіңізге алғыс білдіреміз. Бірқатар ақпаратты білдік өзіңіз арқылы. Бүгінгі таңдағы енді осы өңіріміздегі бірқатар этнос өкілдерінің бірлігін, былай айтқан кезде бірлігін ұстап, бірлігін бақылап отырған үлкен мекемеге тек сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта тек жеңісті күндеріңізде жолығайық. Құрметті телекөрермендер, хабарымызды дәл осы жерден түйіндейміз. Келер аптаның жексенбісінде тек жақсы жаңалықтармен жүздесуге аман сау болыңыздар.